Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен сметанник жасайтын боламыз. Каналыма қош келдіңіздер. Есімім Дана Мырзакулова. Сметанник рецептісіне бізге не қажет? Разлихитель. Міндетті түрде осындай деген заңдылық жоқ. Обычно 150 теңгелік сырты қызылды алсаңыздар да болады. Одан кейін закрома 82-де 5% любой май болай береді. Комнаталы температура емес, мұздай болуы қажет. Себебі біз оны қазір теркадан өткіземіз. Және де шекер 10 міндетті түрде ситадан өткізілген, сонымен қатар весі қажет. Ал ендеше кірісейік. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, және де құрбыларыңызға, достарыңызға WhatsApp желісі арқылы жіберуді ұмытпаңыз. Ең әуелі ұнды қосып жатырмын. Одан кейін барлығын граммен өлшесеңіздер, өздеріңізге жақсы. Яғни қайттан дұрыс шықпай қалып тағы да жасап, лишний расход болмайсыздар. Міне, барлығын бір ыдысқа өлшеп жатырмын. Яғни лишний посуданты жумаймыз. Так. Міндетті түрде тар дегенді үшіншісін басасыздар. Сол кезде сіздердікі ровно болып шығады барлығы. Теркадан барлығын өткізіп жатырмын. Міне, одан кейін крошка етіп майдалап жасап шығамын. Өзім үйге жасап жатқандықтан перчаткасы жасаймын. Крошка етіп майдалап алдық, қараңыздар. Міне, тура осылай болуы қажет. Енді оған бір жұмыртқаны қосамыз. Міне, одан кейін разлихительден қосамыз. Ыдысымызды басып, разлихительден 8 граммды қосамыз. Әдейі бір шетке қосам, асып кетсе ала саламын. 8 грамм. Одан кейін қайттан 0-ге басып, шекер қосамын. Шекерді бір шетке қосамын. Әр ыдысқа өлшеп жүргенше, сіздерге осылай бір ыдысқа өлшесеңіздер, посудантты жуатын кезде қиналмайсыздар. Весыйдың бір рахаты осы ғой. Енді все, осыны қамыр етіп илейтін боламыз. Міне осылай жұмсақ болып шығады. Дәл осылай морозилькке примерно бір жарты сағатқа саламын. Оған дейін начинканы жасайтын боламыз. Қыздар, қазір енді начинкасын жасап жатырмыз. Морозилькке жарты сағатқа тестамызды салдық. Енді начинкаға кірісеміз. Сметана. Кәдімгі любой сметананы қолдана бересіздер. Именно қатып қалған домашний, қатып қалған не деген сөз жоқ. 2 жұмыртқа қосам. 2 немесе 3. Одан кейін 100 грамм шекер қосам. Осыны жақсылап араластырамын. Барлығын весімен өлшеп алыңыздар. Шекер 100 грамм. Блендермен жақсылап еземіз. Начинкамыз дайын. Тестамызды холодильниктен, яғни морозиліктен жарты сағатқа салып алып шықтық. Енді духовкамызды алдын ала қосып қоямыз 180 градусқа. Домалақ болсын, 4 бұрышты болсын, өздеріңіз қалаған формаға жасай бересіздер. Міне, дәл осы кольцомен қойдым. Енді осыны қараңыздар, жайып шығам. Астына май еш нәрсе жаққан жоқпын. Бұлай жайып шығам. Міне, домалақ етіп осылай жайып шықтық. Енді начинкамызды полны құятын боламыз осыған. Духовканы алдын ала қыздырып алдық. 35-40 минутқа кетеді. 180 градусқа. Дәл осылай духовкаға саламыз. Міндетті түрде қызып тұрған духовкаға кетеді. Сметаннигіміз духовкадан шығарып болған соң, міне, кішкене комнаталы температурада тұрғызып, одан кейін бетіне сахарная пудра себеміз. Сеппесеңіздер де болады, бірақ сепсеңіздер әдемі көрінеді. Енді кесіп сіздерге көрсетейін. Міне, осылай шығады. Дастарханға мясной пирог дегендердің қасына міндетті түрде қойыңыздар. Сол кезде жақсы шығады. Кішкене кебуі қажет қазір, суы қажет, ыстық болып тұр әлі. Жасап көріңіздер, ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видео шығу үшін шабыт беру мақсатында каналға тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Және де құрбыларыңызға, әпкелеріңізге видеоны жіберуді ұмытпаңыздар.